Сәлем достар, бүгін сіздермен лажан жасайтын боламыз. Өте оңай, тез жасалады. Кафедегідей дәмі керемет болып шығады. Ол үшін бізге қызыл бұрыш сухой және хмели сунели, паприка, қара бұрыш керек болады. Сұйық май, чеснокты майдалап турап аламыз. Ыдысымызды қыздырып, сұйық майымызды құямыз. Жақсылап қыздырып аламыз. Бәрін бір ыдысқа салып алып, қызып тұрған майымызға кішкене чеснок салып қыздырып жібереміз тағы да. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да түрлі рецепттер өте көп. Бәрін бір ыдысқа салып, көріп тұрғандарыңыздай сұйық майымызды, қызып тұрған сұйық майды құйып жібереміз. Сосын жақсылап араластырасыздар. Өте оңай, дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Шым-шымдау тұз салып жібереміз. Міне осындай банкіге құйып қойдым. Өте керемет, холодильникке сақтап қойып жей берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер.